Сәлем достар, менің есімім Әлем, және бұл Study оңай онлайн білім беру мектебі. Әрбір оқушының, яғни ендіға дайындалып жүрген түлектің бір үлкен мәселесі бар. Ол жалқаулық. Яғни біз жалқаулықтың кесірінен бір нәрсеге дайындалмаймыз, жалқаулықтың кесірінен ендідан төмен бал аламыз, және жалқаулықтың кесірінен қалаған университетімізге түсе алмаймыз, құрметті достар. Яғни бұл өте үлкен мәселе екенін бірден түсініп алайық. Бірақ, егер мәселе болса, онымен қатар мәселенің шешімі де болу керек. Яғни бұл видео жалқаулықтың жеңудің 3 жолы деп аталады. Яғни бұл жерде бірден айтайық. Жалқаулықты біз қалай жеңе аламыз? Жалқаулықты жеңудің бірінші жолы ол визуализация. Яғни сіз болашақта өзіңізді, яғни мақсатқа жеткен өзіңізді дұрыстап визуализировать ете алуыңыз қажет. Ол не деген сөз? Мысалы, әрбір оқушының емес, әрбір қазақстандықтан немесе менің жасымдағы азаматтар мен азаматшалардың бір мақсаты болуы мүмкін. Мысалы, Америкаға бару. Бірақ сіздер өз мақсаттарыңызды қойған кезде, яғни болашақтағы өзіңізді елестеткен кезде, мен Америкада жүрмін деп қана емес, мен Нью-Йорктағы Таймс Скверда қолыма $2 ходокпен өзімнің қызымның қасында жүрмін деген сияқты елестетуіміз керек. Яғни бұл мақсат қол жетпейтін белгілі бір бұлттағы бір нәрсе сияқты емес, дәл қасыңызда тұрған нәрсе сияқты көріну керек. Өйткені ол сіздің ешқандай да арманыңыз емес, ол сіздің мақсатыңыз, құрметті достар. Екінші кеңес бойынша біз жалқаулықты жеңу үшін өз уақытымызбен дұрыс достаса алуымыз керек. Яғни алдыға белгілі бір мақсат қоятын болсақ, сол мақсатқа жету үшін белгілі бір уақыт аралығымыз толықтай 100% потенциалмен қолдана алуымыз қажет. Ол қалай түсінеміз? Мысалы, қазіргі таңда сіздердің басты мақсаттарыңыз ұбт-дан жоғары бал алу. Ал біздің онлайн мектебіміз, әрине сіздерге айтамыз, біз ұбт-ға мысалы белгілі бір пәннен 2 ай ішінде дайындап береміз деп. Бірақ, құрметті достар, сізде тапсыратын бір пән емес, бірнеше, яғни 5 пәнге дейін. Яғни уақыт ол 10 ай уақытында кетеді. Яғни олай болатын болса, қазірден дайындауды бастамасаңыз, яғни қазірден алдыңызға қойған мақсатқа жүруді бастамасаңыз, ешқандай да ол мақсатқа жете алмайтын боласыз. Үшіншіден, алдыңызға қойған мақсаттың шынымен де өзіңізге маңызды екенін түсіне білуіңізге қажет. Яғни мен тек қана бай боламын деген емес, яғни бай болу сізге қандай потенциалды ашатынын көру білуіңіз керек. Яғни мен бай болатын болсам, мен анама ананы алып беремін, мен әкеме мынаны алып беремін, мен бақытты боламын, менің ата-анам, отбасым, достарым барлығы бақытты болады деген ой сіздің миыңызда толықтай сақталу қажет.